жанкештілік жасап, сол жаңағы біз көшенің атын ауыстырған кезде аралас мектеп, қазақ мектебіне, орыс мектебіне, аралас мектебіне қанда тіл басқармасының кәдімгі етене қызметкері сияқты бірге жұмыс істеген журналистер. Сондықтан қазақ тілінің деңгейі жыл сайын өсіп жатса, журналистердің қосылған үлесі көп. Дегенмен бүгінгі таңда біз енді одан да бір жаңа дәуір келді, жаңа уақыт келді. Елбасы кеше ұлытауда керемет сөз айтты. Мемлекеттік тіл деп жазылды болды. Енді ана заң керек, мына заң керек дегеніміз осыны қозғау керек. Осыған не керек дегенімізде өздеріңізбен бір тағы да дөңгелек үстелдің басында бір сөйлесу керек қой деп ойладым. Келгендеріңізге барлықтарыңызға рахмет. Сондықтан менің ең бірінші айтатыным, осы тіл комитетінің қатысып отырған ақпараттан бар ма біреу? Екеу осыған келдіңдер, жауаптысыңдар. Бүгін кереметтен ойлар айтылды. Мен өткенде парламенттендерді сынағанда айтқаным, дөңгелек үстел өтер, кереметтей азаматтар уақытын қиып келіп айтады, осы жерде қалады. Ал екеуінен менен қалмаймын соңдарды. Бүгін не айтып, соны орындауымыз керек. Ең бірінші жаңағы сөздікті, ол қанша экземпляр журналистке тарау керек, ол қалай шығу керек, оған қаражат қаралған ба, қаралмаған ба, сметасын алып келу керек. Жалпы бүгін айтылған әңгіме орындалғаныңызданша, министріңе бересің бе, премьер-министріңе бересің бе, болмаса маған келесің бе, біз осы айтқан осынша жылдың ішіндегі жаңа сендерден кетіп жатқан кемшілік, керемет конференция өткізетіндер, керемет дөңгелек үстел айтылған ой сөзде қалмау керек. Бұл бірінші. Екіншіден, осы жаңағы айтып отырған азаматтардың айтқан әңгімесінде Ресейде қазір заң қабылданған. Енді орыс тілінің еш не көріп жатқан жері жоқ қой, керемет қолданыста, үкіметі де, билігі де бәрі орыс тілде сөйлеп жатыр. Енді олар заң қабылдамақшы. Егер де орыс тілін көпе-көрнеу бұзып мағынасын пайдаланса, журналистке де, мұғалімге де, әсіресе осы екі мамандықта зиялы қауымға айыппұл салатын заң қабылдайды керек. Сондықтан енді ол заңымызды біз басқа заң қабылдамай отырғанда қабылдаймаймыз ба, қабылдаймыз ба білмеймін. Бірақ біз осыны миымызда қабылдауымыз керек журналистер. Журналистердің өзінің бір одағы бар емес пе? Жалпы белгілі бір уақытта жолығып, қайтарма осындай кеткен кемшіліктер көп, мен оқимын, сын мақалалар шығып жатады. Газеттердің бетіндегі дұрыс қолданылмаған сөздер, телеарнадан, радиодан. Осы нәрсені бір қорытындылап, бір-бірімізге айтып, бағалап отырсақ. Осыны бір жүрек айландыруымыз керек. Бұл сіздің міндетіңіз. Сіздерде, енді қазір бізде, мынау жаңағы Ресейдің көріп отырсыз, жарнамалар. Мысалы, Караван, Время газеттерінің корпорацияларына теңгелетін бізде Қазақстанда бар ма? Иә, қазақ тілді сондай ұйымдар бар ма? Жоқ. Олар ненің есебінен бай болып отыр? Жарнаманың есебінен. Біз осыны бұрыннан айтқанбыз, сәкен, солай ма? Біз осы жарнаманы қажеттілік дегенде міндеттей аламыз ба? Екі тілде жариялады. Орыс тілді из рук в руктан бастап, кез келген ненің ақшалы болып отырғаны, сол жарнаманың есебінен деп есептеймін. Осы мәселе бірнеше түрдің дөңгелек үстелде қолданған мен басқармасында жүргенде. Министрлігінің ойланыңдар, қалай жаңа қажеттілікке айландырып, соны сен жарнама білсең, мемлекеттік тіл, қазақ тілі ертең келген жарнама екі тілде болу керек дегенді қалай әкеліп жүйесін табасыңдар. Біз осылай жүйелесуіміз керек те. Кез келген хабарлама екі тілде болса, онда қанша қаражат түскен болады. Бұл сіздің министрлікке байланысты менің ойым. Одан кейінгі айтқаны мынау Караван, Время, аргументы, факты. Сосын жаңа айтып жатыр, 60%-ға теңгеледі деп. А біз осыны немен 60%-ға келдік? Қазір біз 50-50-ге келдік деп отырмыз. А егер интернеттен қоссақ, 5% болады екен. Қазақ тілді басылымға есептесе, интернетімен басқасымен. Сондықтан енді осындай сендердің екі министрліктен бөлетін қаржылар қоғамдық емес ұйымдарға. Соларға бөлетіндер, журналистиканың саласын бөлетіндеріңді, тіліне қарай бөлесіндер де бөлмейтіндер. Енді көтеріліп келе жатырған осы интернетте сайт ашып отқан жігіттерге тек министр кездесіп қана қоя ма, жоқ болмаса қосымша қаражат бөлесіндер. Осыны мына журналистерге айқайламайды. Көкем-ау, сыбағынан қорғалма, жаман сыбағасынан қорғалма деген. Біздің министрлік ұлтжанды болып, біз бұлай жасап жатырмыз. Бізге осы интернетке бөлінген қаражаттың бәрін орыс тілдер, мынау жақсы екен, ақылды екен,
мынаның ойы жүйрік екен деп бермейміз. Біз тіліне қарай бөлеміз. Кел сыбағаңды ал деп алдын ала айту керек мына бюджет белгілегенде. Осындай байланыс болу керек журналистикада.